Сәлем достар! Қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Смет Сағыныш және біз бүгін тағы да YouTube каналдамыз. YouTube каналға міндетті түрде подписация етіп қойыңыздар, алдағы видеоларды жіберіп алмасы үшін, және де бүгінгі менің видеома лайк басып кетіңіздер, себебі бүгін бізде өте актуальный тақырып. ұбт-да жоғары нәтиже шығару үшін есте сақтауды қалай жақсартамыз. Есте сақтау менің ойымша кез келген, тіпті студент болсын, оқушы болсын, кез келген адамның проблемасы. Қысқа уақытта үлкен көлемдегі материалды меңгеру медицинада оқитын студенттерде де кездеседі, және медицинаға түскісі келіп жүрген менің аудиториямда да кездеседі. Сондықтан сіздер үшін бүгінгі тақырып қызықты әрі актуалды болады деп сенемін. Ендеше бастайық. ұбт-ға дайындық кезінде 5 пәннен кем дегенде 7 жылдық материалды қайталау керек. Мысалға, Қазақстан тарихында 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі материал, биологияда 7-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі материал, және химияда 7-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі материалдағы материалды оқу керек, жаттау керек. Оқу мен жаттаумен ғана шектелмейді. Сол тақырыптарды түсініп, сен сол тақырыптар бойынша берілген есептерді, тесттерді шеше алу керексің. Егер 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін ұбт тапсыратын түлек болсаң, тіптен алдағы уақытта ұлттық бірыңғай тестілеу өзгеретін болса, сәйкестендіру деген қосылды, қазір көп жауаптылық деген қосылды, контекст деген қосылды, оның барлығына оқушының тақырып бойынша түсінігі маңызды, себебі жай ғана жаттап алудан сен ұлттық бірыңғай тестілеуге барған кезде есіне түсіре алмай қиналасың, немесе ұқсас жауапты белгілеп алуы мүмкін. Ал түсініп оқитын болсаң, оны қайталайтын болсаң, ұлттық бірыңғай тестілеуге барған кезде алдыңа келген сұрақты еске түсіруің әрине оңай болады. Егер есте сақтау нашар болса, оқығаныңды ұмытып қала берсең, дайындық процесі ұзаққа созылады. Мысалға, кейбір оқушылар 3 сыныпты 2 айда меңгеретін болса, кейбір оқушылар 3 айда меңгереді, кейбір оқушылар тіпті 5 айда меңгереді. Бұл әр адам әр түрлі жылдамдықпен оқиды және әр түрлі есте сақтайды дегенді білдіреді. Бірақ кез келген адам өзінің есте сақтауын жақсарта алады, және кез келген адам өзінің оқу процесін эффективті қылу үшін өзінің оқу процесіне жылдамдық қоса алады. Бүгінгі видео сол үшін түсірілген негізінде. Қалай есте сақтауды жақсартамыз және неге мән беру керек? Бүгін мен сіздермен осы бойынша сөйлесетін боламын. Мидың бөлімдері. Мен кез келген ақпаратты айтқан кезде барынша биология мен медицинамен байланыстыруға тырысамын, және бүгінгі әңгімемді де мидың құрылысымен, мидың бөлімдерімен тікелей байланыстырғым келіп тұр. Ми өзі бізде күрделі құрылым, орталық жүйке жүйесі, және мидың 5 бөлімі бар. Бұл алдыңғы ми сыңарлары, бұл аралық ми, бұл ортаңғы ми, бұл миышық, бұл сопақша ми. Яғни мидың 5 бөлімі. Біз қазір осы мидың бөлімдері бойынша есте сақтау қалай жүзеге асатынын, қысқа жад пен ұзақ уақыт сақталатын жадтың айырмашылығы қандай екендігін түсінетін боламыз. Үлкен ми сыңарларының қыртысы, ол бізде басымызда болады, яғни бас сүйектің ішінде болады, алдыңғы бөлікте орналасады, маңдай бөлімде орналасады, саналы есте сақтау орталығы болып табылады. Үлкен ми сыңарлары бұл адамдарда ғана жақсы дамыған, адамдарда үлкен ми сыңарларында қыртыс пайда болған. Неге? Себебі адамдар логика, санау, есептеу, ойлау деген сияқты күрделі осындай мидың жұмыстарын өте жиі қолданады. Соған байланысты басқа жануарлармен, басқа сүтқоректілермен салыстырғанда адамдарда үлкен ми сыңарларында терең қыртыстар пайда болған. Эволюция барысында ақпаратты талдау, саналы қабылдау, логикалық есте сақтау, яғни ұбт-ға дайындық үшін қажетті заттардың барлығы осы үлкен ми сыңарларының қызметіне кіреді. ұбт-да формула, анықтама, заңдылық деген заттардың барлығы қыртыста өңделмейінше ұзақ сақталмайды. Өңделу үшін не керек? Өңделу үшін сен біреумен сол тақырып бойынша сөйлесу керексің, сен оны есту керексің, тыңдау керексің, айту керексің, жазу керексің, осы этаптардың барлығынан өту керексің. Сол кезде ақпарат сенің миыңда өңделеді, түсінік қалыптасады, қайталайсың, сонда ғана мидың қыртысында сол ақпарат, яғни терең сақталады. Қайталап оқу қыртыста нейрондар арасындағы синапстарды күшейтеді. Яғни бізде нейрон деген жүйке жүйесінің ең кішкентай жасушалары бар, Бұл нейрондар қалпына келмейді, егер нервтарыңызды құртып өлтіретін болсаңыздар, бірақ нейрондар ұзарып өседі. Өмір бойы емес, әрине, бірақ ұзарып өседі. Сол нейрондар өзара синапстар арқылы байланысады. Егер де сен каждый раз қайталайтын болсаң интервалды түрде, сол нейрондардың арасындағы синапстар күшейе түседі. Қазақша біз бұны нейрондық байланыстар деп атаймыз. Сен жаңа ақпарат
естіген, тыңдаған, оқыған сайын сенде жаңадан нейрондық байланыстар пайда болады. Бұл, достар, күрделі әрекет, бұл мидың күрделі жұмысы. Күшті синапс бұл жақсы есе сақтауды білдіреді. Сондықтан жай жаттау ол әлсіз синапсты қалыптастырады. Ал түсініп оқу, интервалды қайталау ол тұрақты нейрондық байланыстарды қалыптастырады. Сондықтан есе сақтау бір ғана бөлімнің емес, бүкіл орталық жүйке жүйесінің, яғни бүкіл мидың үйлескен жұмысы. Оған дәлел ретінде қазір үлкен ми сыңарларынан басқа да мидың бұл есе сақтауға қалай қатысатындығын түсіндіріп берейін. Мишықты көбінесе оқушылар қозғалыс үшін қажетті ми бөлігі деп ойлайды, бірақ мишық бізге автоматтандыру үшін қажет. Мысалға, біз күнделікті жүретін кезде, қолымызды сілтейтін кезде, болмаса қолымызды, аяғымызды қолданатын кезде ойланбаймыз ғой. Біз автоматты түрде жасаймыз, автоматты түрде оң қолды көтереміз, автоматты түрде сол қолды көтереміз. Яғни мишық бұл бізге автоматтандыруға қатысады. Көп оқушы мишықты тек қозғалыспен байланыстырады, бірақ мишық жылдам жауап қалыптастыру үшін қажет. Бұда біз бұны автоматтандыру дейміз. Яғни ол үшін сіздерге әр тақырыпты тестпен бекітіп, практика жасап, апта сайын кем дегенде бір нұсқа шешіп отыру керек. Кім тестлеуді көбірек жасайды, кім көбірек тест шешеді, кім көбірек нұсқа шешеді, сол өзінің бұтыға дайындығын автоматтандырады, яғни мидың жұмысын автоматтандырады. Бұл ертең ұлттық бірыңғай тестілеуге кірген кезде, немесе кез келген емтиханға кірген кезде саған жауаптарды жылдам берілуге көмектеседі. Әрі қарай, ұйқы, тамақ, су, адамның үш жауы деп айтсам да болады. Осы үш зат аз болатын болса, зейін тежеледі, есе сақтау қабілеті төмендейді. Шынымен қатты тойып алсаң да есе сақтау қабілеті төмендейді, но қатты аш болсаң да сен ақпаратты есіңде сақтай алмайсың. Сондықтан ұйқы, тамақ және де су ол всегда сенде нормада болу керек. Су денеңде аз екенін қайдан білесің? Ернің жарылып бастайды, денең құрғап бастайды, беттерінің терісі аршылып бастайды. Бұл денеңде судың аз екенін білдіреді. Осын дұрыс ұйықтай алмайтын болсаң, тоже денеңде су аз екенін білдіреді. Ұбытыға дайындық кезінде оқығаныңды ұмытып қалмас үшін сергек болу маңызды. Сол себепті постоянно дұрыс тамақтану керек, суды тұрақты түрде ішу керек, күніне 2-2,5 литр және ұйқының бір уақытта жатып, бір уақытта тұрғандарыңыз абзалырақ болады. Қысқа мерзімді жат пен ұзақ мерзімді жат туралы нақты екіге ажыратып, жіліктеп айтып бергім келіп тұр. Неліктен? Себебі жаттың осылай екіге бөлінетін мектеп оқушылары біле бермейді. Мектеп оқушыларына профориентация, мидың жұмысы сияқты осындай темадағы әңгімелер көп айтылмайды. Бізде білім жүйесі өте ескі форматта болғаннан кейін оқушылар осындай психологиялық мидың жұмысымен көп қызығушылық білдірмейді. Ал бұны білу кез келген емтиханға дайындық барысында өте маңызды. Ақпаратты уақытша ұстап тұратын жатты біз қысқа мерзімді жат дейміз, және оның көлемі шектеулі. Өйткені сен қысқа мерзімді жаттағы ақпаратты тез ұмытып қаласың. Мысалға, бір информацияны 20-30 секундта жаттап алатын болсаң, сен оны қазір қолданасың, сосын ұмытып қаласың. Мысалы, формуланы бір рет оқыдың, тестке кіргенде сен оны ұмытып қаласың. Демек, ми саған айтып тұр, бір рет оқу жеткіліксіз деп тұр. Бұл ақпарат қысқа мерзімді жатта қалып қойғанын білдіреді. Сен ұзақ мерзімді жатқа өткізу үшін оны этаптардан өткізу керексің. Формуланы бір рет жаттау керексің, оны қолдану керексің, сол формуланы қолданып шығаратын есептердің 7 типін шығарып көру керексің, қайталау керексің, келесі күні тағы да бір ашып көру керексің, өзіңнің жаңаға бөлмеңе іліп қою керексің. Солай ол ұзақ мерзімді жатқа өтеді. Неге қысқа мерзімді жатта қалып қояды? Өткен сен тез оқисың, лежбі бітіріп тастасам екен, лежбі осыдан құтылсам екен, әйтеуір бітсе екен деп оқисың. Ондай кезде ешқашан сен оқыған ақпарат ұзақ мерзімді жатқа өтпейді. Қайталап сұрақ қоймайсың, тестпен бекітпейсің, ұйқың аз, өткені қысқа мерзімді жаттағы информация ұзақ мерзімді жатқа тек ұйықтағанда ғана толықтай өтеді. Егер сен күнделікті 3-4-5 сағат ұйықтайтын болсаң, демек сенің памятың нашарлайды дегенді білдіреді. Ал ұзақ мерзімді жат ақпаратты айлар, жылдар бойы есе сақтайды. Сен ұбытыға 3 ай дайындалмай кетіп, қайттан тестке кірсең де, сен тура сол балды жинап шығасың. Себебі сен оқыған ақпараттың барлығы ұзақ мерзімді жатта тұр. Оның көлемі шектеусіз, мақсаты қайта-қайта қолдану үшін, және ұбытыда ондай ақпараттар бірден еске түседі. Сол себепті сіздерге бір күн сайын, бір апта сайын және де бір ай сайын қайталауды, интервалды қайталауды қолдануды ұсынамын. Ұбытыда оқушылар ең жиі жіберетін қате осы есе сақтаумен байланысты. Мен бәрін оқыдым, бірақ ұмытып қалдым. Неге? Себебі сен оқыдың, бірақ
қысқа мерзімді жадта қалып қойды ол, иә, яғни ұзақ уақыт есте сақтайтындай қайталаған жоқсың, интервалды қайталау сенде болған жоқ. Сосын оқысаң да, дайындалсаң да, ұбт-ға кірген кезде бәрібір проходной балдың айналасындағы балды жинап шығады екенсің. Достар, бүгінгі менің айтқан ақпаратым сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін, себебі менің осы YouTube каналды жүргізудегі ниетім, мақсатым бұл сіздерге көмектесу және сіздердің дайындық процесстеріңізді жеңілдету. Ал егер де сіздерді менің курсым қызықтыратын болса, яғни дайындықты ұлттық бірыңғай тестілеуге биология, химия, география пәндерінен биосметпен бірге жасағыларыңыз келсе, мен сіздерді әрине қуана курста күтемін. Курсқа тіркелу бойынша WhatsApp номерді сіздер осы презентациядан көріп тұрсыздар. WhatsApp арқылы жазсаңыздар болады. Прямой звонок бұл номерге бармайды. Немесе описаниеда ссылкаларды қалдыратын боламын. Мені көргендеріңізге және менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.